Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін қозғалысқа берілген есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйренеміз. Мынау мысалды қарастырайық. Теңіз айлағынан бір мезгілде өзара перпендикуляр бағытта екі кеме жүзіп шықты. 30 минут жүзгеннен кейін екі кеменің арақашықтығы 15 километр болды. Ал тағы 15 минут жүзгеннен кейін бірінші кеме айлақтан екіншіге қарағанда 4,5 километр алыс қашықтықта болды. Кемелердің жылдамдығын табыңыздар. Есеп шарты бойынша кемелердің жылдамдықтары бізге белгісіз, ендеше біз оларды әріптермен белгілеп алайық. Бірінші кеменің жылдамдығы x километр сағат болсын. Екінші кеменің жылдамдығы y километр сағат. Енді 30 минутта олардың жүрген жолдарын өрнектеп жасайық. 30 минутты сағатқа айналдыратын болсақ, ол жарты сағат, яғни 2-ден 1 сағат. Оны 0,5 сағат деп те жазуға болады. 2-ден 1 сағатта бірінші кеме 2-ден 1 x километр жол жүрді. Ал екінші кеме 2-ден 1 y жол жүрді. Тағыда 15 минут жүзгеннен кейінгі жол жазатын болсақ, яғни бұл бастапқы 30 минутқа тағы 15 минут қосылды, 45 минут болады. 45 минутты сағатқа айналдырсақ, ол 1 сағаттың 4-тен 3 бөлігі. 4-тен 3 сағат немесе 0,175 сағат деуге болады. Осы уақытта жүрілген жол, бірінші кеменің жолы 4-тен 3 x болады, ал екінші кеменің жүрген жолы 4-тен 3 y километр болады екен. Енді есеп шартына байланысты теңдеулерді құру үшін алдымен біз осы қозғалысты көрнекі түрде сызып көрейік. А айлағынан бір мезгілде екі кеме жүзіп шықты. Олардың бағыттары перпендикуляр бағытта. Енді 30 минут жүзгеннен кейін бірінші кеме 2-ден 1 x жол жүрсе, екінші кеме 2-ден 1 y жол жүрді. Ал олардың арақашықтығы осы уақытта 15 километрге тең болды. Осы шартқа байланысты біз бірінші теңдеуімізді алайық. Яғни мұны суреттен көріп отырсыздар, сызбаның тікбұрышты үшбұрышты беріп тұрғандығын. Олай болатын болса, бірінші теңдеуді біз осы тікбұрышты үшбұрышқа байланысты алуымызға болады. Пифагор теоремасы бойынша тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Ендеше, бірінші теңдеу 2-ден 1 x-тің квадраты қосылған 2-ден 1 y-тің квадраты тең 15-тің квадраты болады. Енді екінші шарт бойынша тағы да 15 минут жүзгеннен кейін бірінші кеме екінші кемеге қарағанда айлақтан 4,5 километрге алыста болды. Ендеше, мынау қашықтығымыз мына қашықтықтан 4,5-ке артық болады екен. Сонымен екінші теңдеуімізді жазайық. 4-тен 3 x азайтылған 4-тен 3 y тең болады 4,5. Міне біз осындай екі теңдеуден тұратын екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін алдық. Енді осы жүйені шешейік. Жүйенің теңдеулерін ықшамдап жазып алайық. Бірінші теңдеуді 4-ке көбейтіп жіберетін болсақ, x-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең болады 900-ге. Екінші теңдеу 3x азайтылған 3y тең болады 18-ге. Яғни екінші теңдеуді біз 4-ке көбейттік. Екінші теңдеуден x-ті y арқылы өрнектеп, бірінші теңдеуге барып қояйық. Сонда x азайтылған y тең болады 6-ға, x тең болады y қосылған 6-ға. Осыны бірінші теңдеуге әкеліп қоятын болсақ, y қосылған 6-ның квадраты қосылған y квадрат
тең болады 900 теңдеуіне келеміз. Жақшаны ашып, ықшамдап жазайық. Y-тің квадраты қосылған 12Y қосылған 36 қосу Y-тің квадраты тең 900-ге. 2Y квадрат қосу 12Y 900-ді теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен шығарамыз, және 36-ны алып тастайтын болсақ, минус 864 болады. Минус 864 тең болады 0-ге. Немесе Y квадрат қосылған 6Y азайтылған 432 тең болады 0-ге. Квадрат теңдеуді шешіп, Y-терді тапсақ, Y1 тең болады минус 24-ге, және Y2 тең болады 18-ге. Біз Y-тің оң мәнін аламыз, сонымен Y тең болады 18-ге, және осыған сәйкес X-ті табатын болсақ, мынау теңдеудегі Y-тің орнына апарып 18-ді қоямыз. Ендеше X тең болады 18 қосу 6, 24-ге. Сонымен біз X пен Y-тің мәндерін таптық. Бұл есеп шарты бойынша кемелердің жылдамдықтары болатын. Жауабын жазайық. Бірінші кеменің жылдамдығы 18 км сағат екен. Және екінші кеменің жылдамдығы 24 км сағат. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда қозғалысқа байланысты мәселе есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйрендік. Енді мен сіздерге осы екі есепті дайындадым. Үйден осы есептерді шығарып, бүгінгі сабақты өздеріңіз пысықтаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.